Қайырлы күн баршаңызға. Ауызашар дастарханында хит болып жатқан финики в шоколаде дайындаймыз. Жасалуы өте жеңіл және дастарханның сәнін ашып өте әдемі көрінеді. Өздеріңіз жасасаңыздар, бағасы да арзанға түседі. Ең алдымен шоколадтарымызды ертіп аламыз. Мен екі түрлі шоколад қолдандым. Ақ және қара түсті шоколадтарды екі бөлек ыдысқа салып, микроволновкаға немесе водяной баняға салып ертем. Келесі құрмаларымызды жақсылап жуып, ішіндегі сүйектерінің барлығын алып тастаймыз және кептіріп, оның ішіне осындай миндаль салсақ болады, немесе басқа да кез келген жаңғақ түрлерін салсаңыздар болады. Ішіне миндалімізді салып болғаннан кейін шоколадтың ішіне салып, батырып, жақсылап жан-жағының бәріне жағып аламыз да шанышқының көмегімен алып, пергамент қағазының үстіне орналастырамыз. Осылайынан ақ және қара шоколадтарымызға батырып, жақсылап шоколадымызды жағып, тізіп, пергамент қағазының үстіне орналастыратын боламыз. Өздеріңіз жасасаңыздар көп уақыттарыңызды алмайды және әрине әлде қайда тиімді шығады. Егер сатып алатын болсаңыздар, бағасы қымбаттау болады. Барлығында осылайынан орналастырып аламыз және сәндік үшін бетіне миндаль жаңғағын қойсаңыздар болады. Немесе дәл осы миндаль жаңғағын кішкене майдалап, үгітіп үстіне сепсеңіздер де болады. Және де сондай-ақ кокосовый стружкиді де себуге болады. Осылай жасасаңыздар өте әдемі көрінетін болады. Барлығын сәндеп болғаннан кейін ең соңынан шоколадтарымызды салафанның ішіне салып, водяной баняда ертіп аламыз және кішкене ғана ұшын кесіп, осы шоколадтарымыздың бетіне жағатын боламыз. Егер бетін ешқандай сәндемейтін болсаңыздар, тек қана шоколадтың өзімен де дәл осылай сәндеуге болады. Барлығын жасап болғаннан кейін шоколадтарымыздың кішкене кепкенін, қатқанын күтеміз. Шоколадтарымыз қатқаннан кейін осындай кекс салуға арналған қағаздарға салып, кейін ыдысымызға орналастыра берсек болады. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте жеңіл, қарапайым және де өте дәмді ерекше десерт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызашар дастарханында көпшілікке ұнайтынына сенімдімін. Және де дәл осылай жасап, ауызашарға баратын болсаңыздар, сыйлыққа баруға болады, немесе заказға сатуға да болады. Егер сіздерге рецепттерім пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар және қазақ қыздарыңызды қолдап, лүпіл басып, комментке өз пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер, қуанышты боламын.